Осы неге ер адамдар әйел адамдарға қарағанда көбірек ауырады. Қазір таудамын, жанымда бір ер адамның қоңырау тұтқанын көріп, миыма бір сұрақ келді. Осы байқасаңыздар, ер адамдар ауырса, өздері жатып қалады, ешнәрсеге шамасы болмайды, ал әйел адамдар ауырса, дене қызуы 40 градус болса да, бүкіл шаруаларын бітіріп үлгеріп жатады. Неге? Бұның барлығы тестостерон мен эстроген гормондарына байланысты болады. Біздер табиғаттың басты миссиясы бұл адамдардың өзінен кейін ұрпақ қалдыруында болғандықтан, тестостерон гормоны ерлерде либидоның жоғары болуына жауап береді, және де әйел адамдарына көбірек генный ақпаратты қалдырумен шектеледі. Ер адамдардың иммунитеті әйел адамдарға қарағанда төменірек болады. Ал әйел адамдарда керісінше эстроген гормоны болады. Сол себептен бізде әйел адамдар аяғы ауыр болады, бала көтереді, одан кейін баланы босанады, бала босанғаннан бірнеше жыл оны бағып қалу керек болады. Сол себептен эстроген гормоны әйелдердің денсаулығына берік болу үшін иммунитетін нығайтуға қатысады. Ал климакс периоды болғаннан кейін